Сәлем достар, менің атым Айжан, және де бүгін менің арнамда жоғары оқу орнының табалдырығын аттайтын жаңа студенттерге, яғни балмұздақтарға кеңестер болады. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Мен осы жылы сіздерде сияқты студент болам, бірақ магистрант студент, яғни магистратураның 2-ші жылы қалды. Соңғы жылды оқып бітірсем, менде университеттің 2-ші рет түлегі болып шығамын. Сол себепті сіздер сияқты мен де 1-ші курсқа барғанмын. Сол бастапқы мектептен кейінгі кезеңді, яғни кішкене университетке үйрене алмай, әрең үйренген кезеңдер менің де басынан өткен. Сол себепті сіздер үшін менің кеңестерім ұнайды деп ойлаймын. Көп адамдар өзінің университетке барған 1-ші күнін былай елестетеді. Оның ішінде мен де бармын. Бірақ шындығында келгенде ол былай болады. Сол себепті осындай ожидание, реальность деген нәрселердің барлығы болады. Одан еш уайымдамаңыздар. Және де біздің кеңестерімізге кеттік. 1-ші кеңес міндетті түрде өздеріңіздің адвайзерлеріңізге, офис регистраторға, тіркеуші кеңсеге, жаңағыдай деканатқа баруды ұмытпаңыздар, яғни одан ұялмаңыздар. Бұл жерде мектеп емес, яғни біздің түсінігіміздегі жаңағыдай завучтар деген адамдар емес. Осы адамдар, яғни адвайзер, жаңағыдай деканаттағы апайлар, олардың барлығы сіздердің сабақтарыңызды реттейтін адамдар. Яғни оны сіздер мұғалімдерге барып сұрай алмайсыздар. Бұл жердегі кішкене мұғалім деген ол тек қана сізге сабақ беруші адам. Ал қалған бүкіл үйлестіруші жұмыстардың барлығын осы деканаттан, адвайзерлеріңізден сұрайсыздар. Сол себепті осыны ұмытпаңыздар. Келесі нәрсе, алдыңғы тіпті 1-ші қатарға отырудан қорықпаңыздар. Яғни университетте мұғалімдер, профессорлар түрлі болады. Кейбіреулері яғни тек қана өзінің лекциясын оқып кетіп қалады, кейбіреулері адамдармен, жаңағыдай студенттермен әңгімелеседі деген сияқты. Алайда барлық кезде өзіңіз, яғни 1-ші қатарға отырып, жаңағыдай мұғалімнің берген тапсырмасын өз құлағыңызбен тыңдаған жақсы. Өйткені кей студенттер, яғни жарайды сұрай салам деп, оны дұрыс түсінбеуі мүмкін. Сол себепті 1-ші қатар, тек қана 1-ші қатар. 3-ші нәрсе, лекция деген ол сіздің тыңдайтын сабағыңыз, ал семинар ол сіздің сабақ айтатын сабағыңыз. Осыны түсініп алыңыздар, яғни мен өзімді білемін, 1-ші курсқа барғанда мен лекция, семинар, жаңағыдай СРСП деген, СРС деген нәрселердің барлығын қатты шатастыратынмын. Және де лекция болатын кезге дайындалып барам, сондай кішкене үйрене салмайтын кездерім болған. Сол себепті өте оңай, лекцияда сіз тек қана тыңдайсыз, мұғаліміңіздің не айтып жатқанын, яғни сабақты түсіндіреді. Ал келесі семинар немесе СРСП-ға сіз өзіңіз дайындалып барасыз. Әрдайым конспект жазып отырыңыз. Яғни лекцияда құр жаңағыдай телефон шұқыламай, құр бір суреттер салып отырғанша, яғни мұғалімнің не айтып отырғанын жазып отырған дұрыс. Өйткені кейбір мұғалімдер лекциясын оқып кете береді, сен түсінбеу мүмкін. Ал одан кейін аралық бақылауға немесе емтиханға келген кезде кейбір мұғалімдер тура өзінің лекцияда не айтқанын ғана сұрауы мүмкін. Яғни оны сен оқулықтан, басқа жақтан таба алмайсың, тек қана лекциясынан ғана таба аласың. Сол себепті конспект жазуды ұмытпаңыздар. Және де оқу құралыңызда өзіңіз түсінбеген жерлерді сызып, жаңағыдай заметка жазып отыруды ұмытпаңыздар. Оның барлығы мәтінмен жұмыс істеу, яғни өзіңізге де қызық болады. Сабақ барысында, дәріс барысында қолыңызды көтеріп сұрақ қоюға немесе жай ғана бір өзіңіздің білетін нәрсеңізді айтуға ұялмаңыздар. Өйткені кейбір мұғалімдер сондай белсенді болып отыратын адамдарды, студенттерді тез байқайды. Немесе жай ғана өзіңіздің түсінбеген нәрсеңізді, яғни қолыңызды көтеріп сұрақ қойсаңыз болады. Тек қана аудиторияның ішінде отырып алып айқайламаңыздар. Ең бастысы меніңше өзіңнің университетке барардан бұрын өз мақсатыңды айқындап алған дұрыс. Яғни сен бұл жерге күн сайын келіп кетіп тек қана сабақ оқу үшін барасың ба, немесе белгілі бір өз мамандығың бойынша білім алып шыққың келе ме, немесе мүмкін сенің өзінің мамандығың өзіңе мүлдем қызықсыз шығар. Ондай да болады, яғни ондай да кездескен. Мысалға, университетке тек қана өзің білмейсің әлі немен айналысқың келетінін, қандай маман болғың келетінін білмейсің, бірақ әйтеуір түсе салдың. Ондай кезде сен активист бол, яғни университетте жоғары оқу орнында өз-өзіңді көрсетуге деген мүмкіншілік өте көп.
мен білемін, яғни КВН бар, жаңағыдай түрлі ұйымдар бар. Сондай бір активист бұл жерде меніңше шек жоқ ешқандай. Университетке бейімделу процесі. Яғни университетте қоғамның бір бөлігі және де кез келген топта міндетті түрде әрдайым бір күлдіртіп жүретін бала болады, бір белсенді қыздар жүреді, немесе сабақта әрдайым тамақ жеп отыратын адамдар да болады. Сол сияқты, яғни университетте, яғни сен өзіңнің тобыңда неше түрлі адамдарды кездестіресің. Және де ең басында бейімделудің бірден бір амалы ол топтан ажырамау, топпен бірге жүру. Яғни әрине бірінші курстарды бірден біз қалай байқаймыз, оның барлығы топпен жүреді, яғни топпен бір кабинетке барады, топпен екінші кабинетке барады. Ол өте дұрыс, өйткені сен топтан ажыраған кезде сен, яғни қай сабақ қашан болатын ештеңке білмей қалуы мүмкін. Ал топтың ішінде жүрсең, әйтеуір біреу болмаса да біреу қай жерге бару керектігін, немесе қай жерден оқу керектігін, не істеу керектігін білуі мүмкін. Сол себепті топтан ажырама. Басты нәрсе ол берілген тапсырмаларды уақытылы орындап отыруды әдетке айналдыр. Яғни бұл жерде бір тапсырманы орындай алмай қалсаң, бітті, сенің балың жоқ. Яғни сен басқалардан қалып қалуың мүмкін. Бұл жерде яғни сондай сабақта, мысалға мектептегідей бір күн оқып барып, екінші күн оқымай, яғни үшінші күні баға ала салу деген жоқ. Яғни бір тапсырманы орындай алмай қалсаң, бітті, сенің балың басқалардан төмен болып қалуы мүмкін. Сол себепті университетте жаңағыдай сіздер аралар құсап бал жинайсыңдар. Өзіңе оқу процесін кішкене қызықтырақ қылу үшін өзіңнің бір университетте жүргенде сүйікті орныңды тауып алсаң болады. Ол мүмкін бір кітапхананың бір кабинеті болуы мүмкін далада өзіңнің оқуыңа деген септігін тигізетін, жақсы оқуға деген бір септігін тигізетін жер болу керек. Көзді ашып жұмғанша ең сенің балғын студенттік шақтарың өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан осы сәттермен осы 4 жыл бойы рахаттанып, ләззат ала отырып сабақ оқуыңа тілектеспін. Және де есіңде болсын, бұл кез, яғни студенттік шақтарың сенің ең жақын достарыңды немесе мүмкін махаббатыңды кездестіретін кездер шығар. Сол себепті ең бастысы өмірдегі өзіңнің мақсатыңды және де өзіңнің бір арманыңды біліп жүрген дұрыс. Өйткені университет саған оны айқындап бермейді. Яғни сен керісінше университетті өзіңе құрал ретінде алып, оның жаңағыдай максималды түрде пайдалануың керек. Өйткені бұл сенің ізденетін, сабақ оқитын кезің. Білем, кейде қызықсыз сабақтар болуы мүмкін, мүлде қызықсыз немесе мен бұның барлығын білем, маған бұны не үшін айтып жатыр дейтін сабақтар да болуы мүмкін. Алайда ең қызықсыз сабақтардың өзінен керек нәрсені алып отыруды үйрену керек. Яғни осы 4 жыл ішінде одан кейін сенің басқа сабақ оқитын мүлде мүмкіндігің болмайтын шығар. Сол себепті осы 4 жылда максималды түрде сабақ оқы, кітап оқы, және де осы білім алудың бір рахаттана отырып білім алудың процесіне еніп кетсек, меніңше бәрі де жеңілмен өтетін сияқты. Ресми түрде балмұздақ болдыңыздар. Және де балмұздақ деген сіздерге әлі 1 жыл бойы айтылатын болады. Менімен бірге болғандарыңа көп рахмет. Әлі де менімен бірге болмасаңыздар, онда арнама жазылыңыздар. Маған осы видеоға пікірлер жазыңыздар. Кім қайда түсті, қандай мамандыққа түсті, мүмкін кейбіреулеріңіз журфакқа түскен шығарсыздар. Ондай болса мен сіздерге сабақ беруім де мүмкін. Сол себепті келесі видеоларда кездескенше. Өзіңнің балдарыңнан айырыласың. Яғни бұл жерде адамдар саған тек бал жинау үшін келеді. Құртталып жеп отыр деймін. Шыдамайды.